Сәлеметсіздер ме достар, біліп жүрегімді жазыламыз, лайк басамыз. Так, біз енді мына жерде картаның үстіне басамыз, шешу керек картаның үстіне. Так, действие кіреміз. Действие кіргеннен кейін біз астына түсіп, так, снять наличные без карты деген бар ма? Көріп отырсыздар. Мына жерде енді бір транзакция 100 мың, ал күніне 300 мыңнан артық шешуге лимит бар. Күніне 300 мыңға дейін, бір транзакцияда мына жерде телефон кез келген номер жазуға болады. Кейін көбіне өзіңіздің номеріңізді жазады деген ойдамын. Номер жазасыз, или басқа номер что-то таңдалмай тұр қазір, бірақ сол номерге сообщение келеді қазір. Так, бірінші приложениеда, екінші мына нөмірге келеді жазып жатқан. Сумма снятияны жазамыз, қанша шешу керек екен. Так, міне 50 мың дедім, номер жаздым, сояққа сообщение келеді. Подтвердить басам. Так, комиссия бар, достар, көріп отырсыздар, 500 теңге. Осы видеоға лайк басуды сұраймын, көрдіңіздер ғой, 500 теңге комиссия төлейін деп жатырмын видео үшін. Ана, я принимаю дегенге мына көріп тұрсыз ғой, қалсақ көрсетіп тұрмын, соған галочка қоясыздар. Так, подтвердить басамыз. Телефон номерімізге хабарлама келеді, Береке банкке тіркелген номерге. Код 24 сағат. 24 сағаттан кейін күйіп кетеді, сондықтан. Так, бірінші код міне приложенияда. Бірінші код приложенияда. Так, мына уже екінші код. Сообщение болып келді сол номерге, бана указать еткен номерге. Так, біз мына жерде енді қолма-қол ақша шешу картасы басам. Одан кейін кодтың екі бөлігін жазамыз. Біз білеміз, біреуі приложенияда. Так, мына код жазам бірінші. Так, 171-54. Екінші сообщение болып келді. Сообщениеға қараймыз. Так, екінші код. Так, болды. Так, приложениедағын жаздым, сообщениедағын жаздым, жалғастыру басам. Қанша сумма шешу керек екен, біз енді 50 мың ғой. 50 мың, көрдіңіз бе, бәрі безопасность. 50 мың. Мына жерде жаздым. Так, жалғастыру басам. Ақша мына жерден беретін. Так, міне аламыз. Операция жалғастырып керек емес ма? Соны чекті ұмытпаймыз. Так, болды міне. Шешілді. Біліп жүремге жазылып, лайк басуды сұраймын. Карта болмағанда өте керемет функция екен.